7 сынып физика Кронгурт кітабынан 179 беттегі жаттығудың 5 есебін шығаратын боламыз. Бізде бірінші есеп: иінтіректің көмегімен 20 кг жүкті 80 см биіктікке бір қалыпты көтерді. Онда 20 ньютон күш түсірілген иінтіректің ұзын жағы 2 метрге төмен түсті. Иінтіректің пәк қандай? Біз пәкті табу үшін мынандай формуланы қолданамыз. Ол бізде mgh1 бөлінген fh2. Осыны 100%-ке көбейтем. Енді орнына сан мәнін қояйық. Бізде жүктің массасы 20, g 10-ға тең, h1 деп отқандарың 80 см, 10 метрмен асам 0,8 болады. Ал f деп отқандарың 120, оны көбейтем 2-ке. Осының барлығын 100%-ке көбейтсем менде пәгі шығады. Пәгі 66,7% болады екен. Келесі есеп: массасы 200 кг жүк, пәгі 65% көлбеу жазықтық бойымен бір қалыпты көтеру үшін қандай күш түсірілу қажет? Көлбеу жазықтың биіктігі 1,2 метр, ал ұзындығы 16 метр. Жалпы біз көлбеу жазықтығың пәгі ол mgh f көбейтілген l. Осыны 100%-ке көбейтетін болсаңдар, бізде пәк шығады. Бірақ бізге табу керек f деген нәрсені. Ол f тең болады бізде mgh 100% бөлінген пәк көбейтілген l. Осыны есептейміз. Біздегі m деп отқандарың 200, g 10-ға тең, h биіктік 1,2, осыны 100-ге көбейтем, оны 65 көбейтілген 16-ға бөлем. Есептейміз. 230 ньютон болады екен. Келесі үшінші есеп: пәгі 50% жылжымалы шығыр көмегімен массасы 45 кг жүкті 12 метр биіктікке көтереді. Тростың ұшына түсірілген күштің шамасын анықтаңдар дейді. Жалпы біз пәктің формуласы ол mg бөлінген 2, оны f-қа бөлемді 100%-ға көбейтем. Не үшін 2-ке бөлем? Себебі жылжымалы блок бізде күштен 2 есе түсіп береді. Яғни дененің ауырлық күшін 2-ке бөлем. Бізге табу керек f-ті, сонда біздің формуламыз мынадай түрде болады: mg көбейтілген 100% бөлінген 2 пәк. Осыған салам. Бізде m 45 көбейтілген g 10-ға тең, мына жерде 100. 2-ні көбейтем, пәк бізде 50. Мына жерде 100 бен 50 қысқарады, мынау 2 болады. Мына жердегі 2 мен 2 келеді, сонда біздің түсіретін күшіміз 450 ньютон болады екен. Келесі есеп: жіпке 400 ньютон күшпен әрекет ете отырып, массасы 70 кг жылжымалы шығыр көмегімен бір қалыпты көтереді. Жылжымалы шығырдың пәгі қандай дейді. Жалпы біз пәкті табу үшін жаңа айттық, mg бөлінген 2 бөлінген f көбейтілген 100%. Біздегі енді бізде 70 көбейтілген 10 бөлінген 2, f деп отқандарың 400. Осыны 100-ге көбейтем. 400 бен 100 қысқарады ғой, ол бізде 4 болады. Сонда 700-ді бөлемін 8-ге. Сонда біздің жауабымыз ол менде 87,5% болады. Келесі: иінтіректің көмегімен массасы 12 кг жүкті 30 см биікке көтереді. Иінтіректің ұзын иіні қысқа иіннен 8 есе ұзын. Егер иінтіректің пәгі 80% болса, үлкен иінге қандай күш түсіру қажет? Бұл кезде ұзын иіннің ұшы қанша төмен түседі дейді. Жалпы бізде ең бірінші L1, яғни ол 8 L2 ғой. Сонда 8-ді көбейтем 0,3-ке, менде 2-де 4 метр шығады екен. Енді мен F1 деген күш табуым керек. Ол үшін пәктің формуласын жазамын. Бізде пәктің формуласы mg L2 F1 L1 көбейтілген 100%. Осы жерден мен F1-ді қорытатын болса, менің формулам mg L2 көбейтілген 100% бөлінген пәк L1. Осыған саламыз. Біздегі массамыз ол 12, g 10-ға тең,
L2 30 сантиметр ол бізде 0,3, мынау 100% болады. Ал пәк деп отқандарың 80, ал L1 деп отқанымыз ол 8, L2 яғни 2/4. Осыған қойып есептейміз. 18-де 75 ньютон шығады екен. Жауабы 2/4 метр және де 18-де 75 ньютон. Осымен видео сабағы аяқталды. Видео сабағы ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, SEO қоңыраушасын басып қойыңыз.